Қазіргі мына заманға қарап отырып, кейде ойға қаласың. Бұрынғылар мұны көріп біліп айтты ма, әлде біз сол айтылған заманға келіп қалдық па деп. Қазақта бір әулие би болған. Елдің болашағын жорамалдап, ақыр заман боларда деп басталатын сөз қалдырған. Бұл ертегі емес, бұл бір күндік әңгіме емес. Бұл ғасырлар асып жеткен ескерту. Қазір сол сөздерді оқымас бұрын бір сәт өзімізге сұрақ қояйық. Бұл айтылған заман әлі де алдымызда ма, әлде біз сол заманның ішінде өмір сүріп жүрміз бе? Ендеше Мөңке бидің толғауына құлақ түрейік. Кезінде Мөңке би келешек туралы былай депті: кер заман кезінде көлдің суы бітіп табаны қалар, аттың жүйрігі кетіп шабаны қалар, жақсының атағы кетіп азабы қалар, әулиенің әруағы кетіп мазары қалар, адамның жақсысы кетіп жаманы қалар, сөздің маңызы кетіп самалы қалар. Сөйтіп ақылы жоқ санасыздың заманы болар. Кер заманның кезінде құрамалы қорғанды үйің болады, айнымалы төкпелі биің болады. Халыққа бір тиын пайдасы жоқ, ай сайын бас қосатын жиын болады. Ішінде шынтақ айналмайтын ежірей деген ұлың болады. Ақыл айтсаң ауырып қалатын бедірей деген қызың болады. Алдыңнан кескестеп өтетін кекірей деген келінің болады. Тап алдырықтан биік тау болмас, туысқаннан мықты жау болмас. Кер заманның кезінде су тартылар, тана мен торпаққа жүк артылар. Ар-ұяттың бәрінен жұрдай болып қарап тұрған жігітке қыз артылар. Ішкенің сары су болады, берсең итің де ішпейді, бірақ адам оған құмар болады. Қиналғанда шапағаты жоқ жақының болады. Ит пен мысықтай ырылдасқан еркек пен қатының болады. Кер заманның кезінде ертеңіне сенбейтін күнің болады, бетіңнен алып түсетін інің болады. Алашы бар тілің болады, дүдәмалдау дінің болады. Еркегің қазаншы болады, әйелің базаршы болады. Жылқы жұлдыз болады, қой құндыз болады. Кебір жерге теңеледі, әйел ерге теңеледі. Көл теңізге теңеледі, сиыр өгізге теңеледі. Ақыр заман адамы сағынып тамақ жемейді. Ашшыны ашшы демейді. Тапқанын олжа дейді. Әлхам білгенін молда дейді. Бір-біріне қарыз бермейді, шақырмаса көрші көршіге кірмейді. Сарылып келіп тосады. Құны жоқ қағазды судай шашады. Ақыр заман халқының шайдан басқа асы жоқ. Жақыннан басқа қасы жоқ. Лағынет қамыты мойнында, жұмыстан қолының босы жоқ. Әрқашанда олардың көңілінің қошы жоқ. Бар шаруасы түп-түгел, енді мұның несі жоқ. Заман ақыр боларда жер тақыр болар. Халқы пақыр болар. Балалар жетім болар, әйелдер жесір болар. Ә десе мә дейтін кесір болар. Бас қосылған жерлерде әйел жағы ден болар. Жаман жақсы айтса да өзінікі жөн болар. Орай салып бастарын, жалпылдатып шаштарын, тақымдары жалтылдап, емшектері салпылдап, ұят жағы кем болар. Сөйткен заман кез болса, түзелуі қиын болар. Міне, ғасыр бұрын айтылған сөздер, бірақ бүгін айтылғанда естіледі. Бұл жерде Мөңке би біреуді қорқыту үшін емес, адамды ойландыру үшін айтты. Ақыр заман бір күнде келмейді, ол адамның мінезінен, отбасының бұзылуынан, иманның әлсіреуінен басталады. Егер біз бұл сөздерден тек заман жаман дегенді ғана көріп қалсақ, мәнін түсінбегеніміз. Ал егер әркім өзін түзетуден бастаса, сол ақыр заман кейін шегінеді. Бұл толғау үкім емес, бұл ескерту. Тыңдаған әр адам өз жүрегіне бір сұрақ салып кетсе, Мөңке бидің сөзі зая кетпегені.